Қыздарға әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табынып еркімдермен санасады. Қазақ қыздарының ажарын ашып, көркіне көрік қосатын әлбетте зергерлік өнер туындылары болып саналады. Олардың өзіндік қолданар орны мен ерекшеліктері де бар екен. Қазақта бәле-жала, жамандық атауы әйел адамның құлағы мен шашы арқылы кіреді деп сенген. Сол себепті қызға бала кезінен құлағына сырға таққан. Сырға қыздарға бала жастан тағып, өмірінің соңына дейін тағып жүрген әшекей бұйымдардың бірі. Шашына шаштеңге таққан. Шаштеңге шаштың өсуіне ықпалын тигізеді. Тіл көзден сақтаған, сылдырлаған дыбыспен жарқыраған күміс қорғанысына шығады деген наным болған. Сол себепті қыздарға түрлі білезіктер, тіпті бірнеше білезік тағу ол орынды. Камзол, кәжекей, кеудеше тәрізді әйелдердің сыртқы киімдерінің екі өңірін бір-біріне қаусырып тұратын ою-өрнекті, сіркелі, асыл тасты, асты ілгекті күміс әшекей қапсырма таққан. Зергерлік әшекейлер саны мен сипаты әйел жасына орайлас келеді. Мәселен, тұрмысқа шыққан әйел әшекей әдемі әрі әсем келеді. Оның басына киген сәукелесі де толығымен әшекейленеді. Қалыңдықтың әшекейлері сақина, құстұмсық жүзік, без білезік, шаштеңге барлығы қыз баланың шыққан тегін білдіреді. Қазақ әйелдері міндетті түрде күмістен жасалған сақина білезік таққан. Өйткені сақина білезік тақпаған әйелдің тағамы арам болып саналған. Аз адал болу үшін міндетті түрде сақина білезік таққан. Бес білезік аралар шынжырмен біріктіріліп жасалған білезік пен сақиналардан тұратын 2-3 саусаққа қатар киетін сәнді әшекей түрі. Қазақ халқы айтайын деген ойын арнайы, оны ерекше ишарамен, тіпті әшекей арқылы айта білген. Ерекше бір символизмге толы құстұмсық жүзігі. Құстұмсық жүзікті ұзатылып бара жатқан қыздың жасауына салып жібереді екен. Себебі кейін жас келіннің артынан сіңілдері қонақтап барғанда сіңілдеріне құстұмсық жүзікті сыйлыққа береді екен. Сонда құстұмсық жүзік еліне қайта оралғанда ата-анасы қызының өзінің торына қонғанын түсінеді екен. Бойтұмар ішіне адамның бойымен бірдей болып, сол адамның атына, затына сай қылып, арнайы мамандар сүресін оқып отырып, жазып, бірдей қылып кішкентай қағазды осыған толтырып салатын болған. Және бұл бойтұмар сол аталған адамның өзі ғана тағалады. Өзі ғана тақса, өзінің күшіне ие болады. Зергерлік әшекейлердің саны мен сипаты әйел жасына орайлас келеді. Мәселен, пішіні жағынан үлкен, әшекейі біртіндеп азайып, жасына қарай басқа нақыштарға ауысқан. Солардың бірі сақина. Үлкен және көлемі шаңырақтың көлеміндей болады да, екі саусаққа қатар киілетін құдағи жүзік. Құдаласып, екі жақ бірігіп жатырмыз. Бір үлкен шаңырақ құрдық. Екі ара тату болса, екі жастың бақытты болады дейді. Екі араның татулығына арналған құдағи жүзік. Айта берсек, қазақтың әшекей бұйымдары өте көп. Қорыта айтқанда, қазақтың халық өнерінің жете дамыған түрлерінің бірі қазақтың әшекей бұйымдары арқылы халық педагогикасының зергерлік өнері жайлы насихаттау және оны дамыту ұлттық мәдениетіміздің тарихында өзгеше орын алады.